біз қазір пиязды турап, ұсақтап қуырып аламыз сарғайғанша. Сосын біз оны бөлек алып қоямыз. Біз етті қуырып болғаннан кейін қызартып, оның үстіне сәбіз салып қуырамыз. Сәбізді қуырғаннан кейін жаңа пиязымызды салып тағы қуырып аламыз да, әдемілеп. Сосын үстіне суды құйып, біз оны бұқтырып қайнатып қоямыз. Жарты сағат қайнатамыз мінекей. Содан соң біз күрішті жуып, үстіне салып бұқтырамыз. Осы жерде мән беру керек. Біз қақпақты жаппай су тартылғанша күтеміз. Содан соң біз күрішті тесіп, жан-жағын қақпақпен жауып бұқтырамыз. Қазанды қақпақпен бұқтырып болғаннан кейін тағы да ашып, аст-үстін аударып, тағы да бұқтырып қоямыз. Күрішті тесеміз міндетті түрде. Міне дайын болу процесінде.